Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен бүгінгі таңда Ақтайлақ Би атындағы орта мектебінде оқуға құштар мектеп жобасы ашылды. Жобаның мақсаты кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, кітап оқуға насихаттау және оқу сапасын арттыру, бәсекелестік қабілетін күшейту, оқушылар мен жастардың мәдени және оқу құзыреттілігін дамыту, жас ұрпақ бойына жоғары азаматтың және рухани адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру. Мектеп жасынан оқуға ынтасы ашылған бала терең ойлы, жан-жақты тұлға болып қалыптасады. Қазіргі таңда біз цифрлы заманның ең алғашқы буынымен келеміз. Кітап оқу дағдысын қалыптастыру арқылы Абай атамыз айтқан терең ойлы азаматтарды тәрбиелейміз. Мектеп кітапханасы заман талабына сай жабдықталған. Ұстаздар мен оқушылар ғаламтор желісінен өздеріне қажетті мәліметтерді алады. Ақтайлақ Би атындағы орта мектебінде оқуға құштар мектеп жобасы аясында бірқатар жұмыстар басталып кетті. Арнайы жоспар да әзірленіп бекітілді. Соның негізінде мектеп оқушыларының арасында Абайдың қара сөздерін оқуға байланысты челлендж ұйымдастырылып, және де президенттің ұсынған 30 кітабын оқу ұжым арасында бастау алды. Мұғалімдер осы кітаптардың барлығында тауып, өзара оқып, танысып және бір-бірімен талдау жұмыстарын жүргізетін болады.